телеарнасын көрермендерім, эфирде көңілді озат отбасы ойын-сауық бағдарламасы 13 жүздетімен аты-жөнім Айдын Жасыбай. Отбасы әрбір адамның жылы ұясы құтты мекені. Бірлігі бар отбасының тірлігі де берекелі болмақ. Отбасындағы ауызбіршілік біз жегеміз, алға! Қош келдіңіздер, көңіл күй олай, жақсы ма сіздерді бе? Тамаша. Ассалаумағалейкум, жақсы бе? Алейкум салам, сіздерді көріп ерекше қуанып тұрмыз. Сіздерді бір-бірлеріңізге ұқсайды екенсіздер, е? Балдарыңыз түсінікті, жұбайлар өз бір-біріне ұқсап кетеді деген осы ғой. Лайым солай бола берсін, әдемі болып жүре беріңіздер. Қол соғып қойыңыздар. Қазір екі командамен жақынырақ танысып аламыз. Әуелі бірінші Керімбек әулетінен бастадық, сіздерден бастаймыз. Отағасы Жылбек Мырза Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде аға оқытушы. Бақшаға түрлі көкөніс, жеміс ағаштарын отырғызы, баптағанды жақсы көреді. Аңшылықты ұнатады. Жары Ләззат филолог. Қазір үйде бала күтімінде көңіл бөлуде. Гүл баптауды, ән айтуды, түрлі музыкалы конкурстарды тамашалағанды және балаларына дәмді ас әзірлегенді жақсы көреді. Үлкен қыздары Ақмарал биыл мектеп бітіреді. Сүйікті ісі видеоклип түсіріп, автопортрет жасау. Болашақта режиссер болуды армандайды. Екінші қыздары Жанияның жасы 13-те, би билегенді, бейнеклиптерге түскенді жақсы көреді. Ал ұлдары 8 жасар Сұлтанбек боксқа қатысады. Үйдің кенжесі Мұстафа 2 жаста, кішкентай болса да сурет салғанды, ағасымен бірге кітап оқығанды ұнатады. Ал енді екінші Тұрысбектер командасымен дәл қазір танысып алайық. Отағасы Данель экономика ғылымдарының магистрі. Мамандығы қаржыгер, телекоммуникация саласында қызмет етеді. Өлең жазып, футбол ойнағанды жақсы көреді. Болашақта кітап жазсам деген арманы да жоқ емес екен. Келіншегі Мадина банк қызметкері. Қазіргі таңда кезекті бала күту демалысында. Бос уақытында кітап оқығанды және кішігірім кәсіппен айналысқанды жақсы көреді. Дәлел мен Мадина бір мектепте оқыған екен. 6-шы сыныпта бір-бірін ұнатып қалып, содан бері жұптары жазылмай келеді. Жақындары оларды Қыжыбек пен Төлеген деп атайды екен. Қос ғашық бүгінде көп балалы отбасы болып, бақытты өмір сүруде. Тұңғыштары Алдияр 11 жаста. Абай оқуларының жеңімпазы. Екінші ұлдары Мадияр 9 жаста. Фортепиано ойнағанды ұнатады. Көптеген байқаулардың жүлдегері. Осы екі ұлдан өзге ерлі зайыптылардың 5 жастағы Кәусар және 4 айлық Саруара есімді қыздары бар екен. Солай ғой? Ал енді бағдарламаға қатысатын отбасылар бізде қымбатты көрермен алдын ала өздерінің бейне таныстыруларын дайындап жүрген болатын. Қазір Керімбек отбасының видеосын бірге тамашалайық. Назарларыңыз экранда болсын. Тамаша. Нағыз берекелі отбасын көрдік. Отағасы рахмет осындай тәрбие беріп жатқаныңызға. Ал енді дәл қазір Керімбек командасының жанкүйерлеріне кезек берейік. Апа, қош келдіңіз. Есіміңіз болады? Қош көрдік. Менің есімім Зина. Күйеу балам Жылбекпенен, құдашам Ләззаттың жанкүйерімін. Соларды қолдап келіп отырмын. Не тілейсіз жанұяға? Жанұяға сәттілік тілеймін. Болды. Жеңіс тілемейсіз? Жеңіс алға, сәттілік. Рахмет. Сіздер қыздарыңыз жолдарыңыз, е? Үлкені. Менің есімім Ақмарал. Мен үйдің ең үлкенімін. Менен кейін Жания. Одан кейін менің інім Сұлтанбек.
Мен біздің отбасымызға жеңіс пен сәттілік тілеймін. Жана режиссер қыз ғой ол, иә? Иә. Аха. Ақмарал. Менің атым Сұлтанбек. Мен 8 жастан. Боксқа қатысасың? Иә, боксқа Болашақта? бастасам, болашақта дәрігер болғым келеді. А, дәрігер бол. Бірақ боксерда. Не болып кетті? Екеуі де болғым келеді. А, екеуінде болып кетті. Көрдіңіздер ғой, негізі боксқа қалайды. Бірақ болашақ дәрігер болады. Белгілі. Менің есімім Санжар. Мен жасым 14-те. Мен Данияларға сәттілік тілеймін, жеңіс тілеймін. Енді екінші команда бізде Тұрысбековтер. Сіздер де дайындап келдіңіздер ғой бейнеролик, солай ғой? Ал енді сіздердің тамашалап алайық. Барлықтарыңыздың назарларыңыз экранда болсын. Біз Тұрысбековтер отбасымыз. Жалғыз музыка, алға! Бізге қолдау көрсетіңіздер. Керемет. Нағыз бір берекелі отбасын көріп тұрмыз. Білайым солай бола берсін енді. Ал енді сіздердің жанкүйерлеріңіз кезек берейік, аға. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Біз Тұрысбековтер әулетінің қолдаушыларымыз. Өз арнайы осындай жарысқа келіп тұрмыз. Сәттілік тілейміз, алға дейміз, жеңіс тілейміз. Бәрі әдемі, жақсы ойын болсын тілектеспіз. Тамаша. Аға, есіміңіз кім болды? Сіз кім боласыз бұл командаға? Мен папалар болам. А, папа. Есіміңіз? Қайратпын. Қайрат аға. Арнайы келдім Талдықорғаннан. Талдықорғаннан келдіңіз. Ой, Талды Париж дейсіз ғой. Менің есімім Алдияр. Мен осы әулеттің ең үлкенімін. Мен өз отбасыма сәттілік тілеймін, жеңіс тілеймін. Ой, рахмет. Сіздердің қанша ұйымдарыңыз, е? Ой, рахмет. Көзбен ақ жүрекпен ақ тілек білдіріп жатыр. Жанар, мен мына Мадинаның мамасымын. Аха. Енді осындай көп передачалар бола берсе екен деймін телеарнамызда. Сәттілік тілеймін, жеңіс тілеймін. Бәрі ойдағыдай өтсе екен деп ойлаймын. Ал енді жанкүйерлер, сіздерден бір нәрсе сұраймыз. Қолдап отырыңыздар, е? Барынша қолдабыңыздар, ерекше болып отырыңыздар. Бірақ анда-санда арасында ойбай мен білем деп айтып қоймаңыздар, е? Егер айтып қоятын болсақ, автоматты түрде бал келесі командаға беріліп кетуі мүмкін. Ал, КТК телеарнасында Озат отбасы ойын сауық бағдарламасы. Құрметті қатысушылар, ойынның ережесі бойынша бұл сайыста тек бір отбасы ғана жеңімпаз атанады. Біздің бағдарламаға қатысқанның өзі жеңіс екенін естеріңізде шығармаңыздар. Ойын ережесі бойынша қойылған сұрақтарды отбасы мүшелері бірге талқылай алады, бірақ жауабын команданың бір мүшесі ғана айтуға құқылы. Ойынымыз 3 кезеңнен және бір супер ойыннан тұрады. Бірінші кезеңде әр отбасына 3 тапсырмадан беріледі. Бұл кезең ойылан тап деп аталады. Ал енді бірінші тапсырма Керімбек командасына беріледі. Дайын болсаңыздар. Жылбек мырза, Ләззат ханым осындасыз ғой? Осынамын. Және? Иә. Дайын болайық. Қазір экранға танымал тұлғаның бейнесі жасырылған фото жұмбақ шығады. Сіздер ол тұлғаның кім екенін табуларыңыз керек. Дұрыс жауап берген команда бір ұпайға ие болады. Ойын шарты түсінікті ме? Иә. Ал көңілді жауап беріңіздер. Алғашқы фото жұмбақ. Қабыл алайық. Бұл кім? Ал Керімбек әулеті ақылдас болсаңыздар кім жауап береді? Тұрыспын. Мейлі, өз айтсын. Сәдуақасова. Жәния жауап бере ма? Иә. Бәріне кінәлі Жәния болсын да онда. Мадина Садуақасова. Мадина Садуақасова. Неліктен Мадина? Көз Қатты ұқсай ма? ұқсайды. Көз ұқсайды. Ал, байқап көрейік, кім екен?
Мен білмеймін. Өкінішке орай, жауап дұрыс емес. Ол Жазира Байырбекова екен. Тұрысбековтер командасы. Сіздерде дәл солай. Мүмкіндік бар, алды қарай шығып кетуге. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Мадина, дайынбыз ба? Дайынбыз. Экранға назар аударайық. Ал, бұл кісі кім? Айтпаймыз. Бәйтерек тобының мүшесі. Атын ұмытып қалдым. Дәке, не дейміз? Атын ұмытып қалдым, бірақ бәйтерек тобының мүшесі деп ойлап тұрмын. Қайсы, ортасында мына жағында қайсы? Сен де айтқан кезде ортасында тұрады. Басқасын айтқанда қаяқта тұрады? Оң жағында тұра ма? Не деген тақпырлық қой, е? Сен деп айтса, оң жағында тұрады, ортасында тұрады. Көрдіңіз ғой. Бірақ есімін білмейсіздер ма? Ұмытып қалдым атын. Ұмытып қалдық. Ал, көрейік екен, сол нұсқам екен, әлде басқа жаққа кетіп қалдың екен, көрейік ішкен. Экранға назар аударайық. Ой, Өте оп-оңай еді негізі. негізі Марат Омаров өзі бізге қонаққа да келген, ауылымызға папам күтіп алған, қалай танымай қалғанмын. Марат Омаров екен. Сіздерге де ұпай берілмейді. Ой, бір әдемі келе жатсыздар бір-бірлеріңіз. Сыйлас танытып, ұпай алмай қойықшы деп келгенсіздер. Тамаша. Ал енді келесі кезеңде, осы бірінші кезеңнің екінші тапсырмасында енді ұпай алады деген үміттемін. Жиналыңыздар. Ал біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, кезек бірінші кезеңнің екінші тапсырмасына келіп жетті. Ол бізде ән жұмбақ деп аталады. Бұл тапсырманың аты айтып тұрғандай әнге қатысты болмақ. Назарларыңызға танымал ән ұсынамыз, бірақ ол әннің кейбір сөздері түсіп қалған. Сол сөздерді айтуларыңыз керек, қандай сөз екен. Келістік па? Енді дұрыс тапқан команда бір ұпайға ие болатында ескертемін. Бұл ән жұмбақты енді Тұрысбековтер командасы бастайды. Алғашқы ән, құлақ түрейік, мұқият болыңыздар, бір-ақ рет қойылады. Кеттік. Өте оңай. Мадияртай, дайынсың ба? Қандай сөз? Көзім жұмылып барады. Ау? Көзім жұмылып барады. Жұмылып барады? Иә. Жарайды, осы нұсқаны қабылдайық. Қазір бір минут. Көзім. Енді нақты жауап беріп жатыр Мадияр. Соған қарағанда дұрыс деген ойдамыз. Ал, экранға назар аударайық. Сол сөз бе екен? Егер осы әннің ақыны Мадияр болғанда, жауап дұрыс болатын еді. Бірақ ілініп парадыр, жұмылып парадыр деген бір-бірімен синоним сөздер ғой енді, мағынасы бір. Бірақ бізге нақты сөзді айту керек. Ол ілініп парады. Сондықтан ренжімейсіздер ғой маған. Бағдарламаның ережесі солай. Мадиярдың құрметіне 0 ұпай. Дәл солай Керімбек командасы. Дайын болсаңыздар. Дайынбыз. Және, сен жауап бересің. Женя, Мұқият бол, кет. Ойлан. Асыз танытып қойма. Енді қазіргі жастардың арасында өте танымал әндердің бірі. Дайынбы дейді, айтамын. Дайынбыз ба? Иә. Ал, және? Қардан. Қардан. Жасаймын қарданды. Ал, көрейік, дәл сол сөз бе екен? Бірге анықтаймыз. Мұқият болыңыздар. Жауап дұрыс. Қардан да деген сөз екен. Калифорния деген керемет
Жігіт айтады, танисың ғой, Иә. Енді қазіргі жастардың арасында біршама танымал болып жүрген жастардың бірі. Жауап дұрыс. Апа, бір ұпай берейін ба? Бір ұпай! Ойынымызды әрғай жалғастырамыз. Үшінші тапсырма бізде таныс бейне деп аталады. Сіздерге Reface қосымшасындағы танымал тұлғаның бейнесін табу керек. Нақтылай кетейін, бір қандай фильм болмаса, қандай клип емес, соған жасырылған кімнің бейнесі екенін табуларыңыз керек. Түсінікті ғой? Ол танымал актер немесе әнші болуы да мүмкін. Қазақ эстрадасында болмаса шетелдік деген сияқты. Видео жұмбақ екінші рет көрсетілмейді. Сондықтан бірден қараймыз, анықтап деген сияқты. Мұқият болу керек қой. Дұрыс тапқан командаға бір ұпай беріледі. Ойын шарты түсінікті ме? Иә. Сұрақ Керімбек әулетіне қойылады. Өздеріңіз сұрап алыңыздар ғой енді. Ал енді бұл жолы Ләззат ханым, сіз жауап беріңізші. Тырысайын. Тырысыңыз. Ал, экранға назар аударайық. Асықпа. Асықпа. Айшвария Рай. Е, біледі. Ал, бұл кім? Айшвария Рай. Ойлан, басқа не болды мүмкін? Бейне орны қойым. Жоқ, ол Айшвария Рай ғой енді. Соның жүзіндегі, бетіндегі кім, соны табуларыңыз керек еді ғой. Бетіндегісін. Соның бетіндегісін табуың керек қой. Біздің бағдарламада сирек болатын жағдай, қымбатты көрермен. Бұл жолы қызық болсын деп, бұл бейне жұмбақта шетелдің жұлдыздарын жасырып отырмыз. Жұлдыздарын емес ол. Шетелдің жұлдыздары. Бірақ бетінде басқа адам ол. Бетінде басқа адам. Ойбай, Жания? Және кім? Кім ол сонда? Мен жауап Айшвария деген түсінікті ғой енді. Бетінде бір кісінің бар еді ғой. Кім? Апа, бар еді ғой. нені? Апама жауып жүрді. Кім? Ойлансай. Может быть, кім яқсын? Енді бұл жолы шетелдіктерді алып жатырмыз. Иә, сондықтан да мұқият болыңыздар. Кешегі ойында ұмытып қалған ғой. Не бар? Әнші ма, актриса ма айтыңызшы? Актриса. Актриса. Актриса ма? Шетелдің актрисасы. Шетелдің? Мен қызымның айтқанын тыңдайыншы. Тыңдаңызшы. Хюрем болсыншы. Хюрем. Иә. Жоқ, шын атын білмеймін. Ұмытып қалдым. Хюрем Сұлтан ба? Иә. Түрік сериалындағы. Иә. Қабылдайын ба? Басқа нұсқа жоқ енді, қабылдаңыз. Мерием қателеспесем есім. Мерием өз... Аты ма? Иә. Аты. Өзірлей. Өзірлей дұрыс. Мерием Өзірлей. Осы кісі ма? Ренжіп қалмасын қазір? Ренжімейді ғой. Тәуекел. Нар тәуекел. Ал, Басқа. көрейік, экранға назар аударайық. Сол болуы мүмкін. Жоқ, басқа вариант. Басқа вариант жоқ енді. Ақмарал ғой, Негізі Ақмарал тауық қойды негізі. Анджелина Джоли деп бағанан бір айтып отыр апасына. Апам айтады, танымаймын ғой, неменеге айтып жатсың дейді. Дұрыс болды. Керімбек әулеті, өкінішке орай, ұпай жоқ. Жарайды. Ештен кетпейді. Ал енді Тұрысбековтер, сіздер енді жанында оқымасын енді? Мадина, сіз жауап бересіз. Абайлап қарамайсың ба? Ал, экранға назар аударайық. Жауап бар. Қойым жауап берсін да. Енді сіздер де ойланып алыңыздар. Жаңағыдай оқамасын қазір. Жылбек мырза? Жылбек мырза. Ұрысып жатсыздар ма бірдеңе? Біз айтсақ па деп жатырмыз. Енді өкінішке орай ол болмайды. Сонымен Мадина, не дейміз? Филипп Киркоров. Филипп Киркоров. Киркоров. Неге шаш сіздің шашыңызға келеді екен, Сүйікті әншісі ғой. Сүйікті әншісі. Өлеңді әндерін тыңдайды өзі. Онда бір әнін шырқап беріңізші. Жоқ, келесі бағдарламада айтып беремін. Онда сүйікті әншіңіз емес екен. Бізді алдадыңыздар сіздерде. Жарайды, Филипп Киркоров деген нұсқаны қабылдаймын. Ал, бірге аңғарайық, экранға назар аударайық. Керемет, енді мінеке, Мадинаның сүйікті әншісі деп жатыр. Жауап дұрыс, ол Филипп Киркоров. Сіздерге бір ұпай! Әдемі келе жатыр, енді бірінші кезең бойынша бізде есеп тең, солай ғой. Бір теңдік бір қалыптастырып жатсыздар. Тұрысбековтерде де, Керімбек әулетінде де бір ұпайдан әдемі келе жатсыздар.
Эфирде Озат отбасы ойын сауық бағдарламасы. Бүгінгі ойынымызда Керімбек отбасы мен Тұрысбектер отбасы өзара сайысқа түсіп, бірінші кезең нәтижесі бойынша есеп 1-1. Екінші кезең сенейін бе, сенбейін бе деп аталады. Құрметті қатысушылар, екінші кезеңнің ережесін мұқият тыңдаңыздар. Қазір студиямызға арнайы қонақ келеді. Қонағымыз әр командаға басынан өткен екі түрлі оқиғасын баяндайды. Сіздер естіген әңгімеге сенесіздер ме, әлде сенбейсіздер ме, соны айтуларыңыз керек. Бұл сайыста дұрыс жауап берген команда 3 ұпайға ие болады. Сондықтан да мүмкіндік орасан зор, алдыға қарай жылжып кетуге. Ендеше қарсы алыңыздар, бүгін бізде қонақта сіздер ме, әлде сенбейсіздер ме, соны айтуларыңыз керек. Бұл сайыста дұрыс жауап берген команда 3 ұпайға ие болады. Сондықтан да мүмкіндік орасан зор, алдыға қарай жылжып кетуге. Ендеше қарсы алыңыздар, бүгін бізде қонақта актер Серікбол Қиялов мырза. Қарсы алайық. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Орындыққа жайғас болсаңыз болады аға. Бәрекелді. Ойлаңыз. Рахмет. Қалайсыз, көңіл күй жақсы ма? Жақсы, тамаша. Бізде екі команда қатысады аға. Сіздің міндетіңіз әр командаға бір-бір оқиғадан айтып беру. Енді шыны болсын, ойдан құрастырылған болсын, өз еркіңіз. Командалардың міндеті жай ғана сол әңгімеге сенеміз, сенбейміз деп жауап беру. Бәрекелді. Түсінікті ғой? Түсінікті. Онда бер жақтағы тұрған командадан бастайықшы. Тұрысбековтер деген команда. Сізге жақын тұрған командадан. Бәрекелді. Алғаш оқиға. Мен өзімнің басымнан өткен бір тамаша оқиғаны айтып берейін. Өздеріңіз білесіздер, кеңес өкіметінің кезінде жаңағы барлығы колхоз-совхозда мал бағатын, оқуға түспей қалған жылы, Алматыға келе алмай қалған жылы, 1 жыл сол совхозда, колхозда қызмет жасадым. Ол жерде мал дауылдарға барып көмектесу керек. Содан мен бір дос баламның үйіне бардым. Қуат деген ағасы екеуміз қаңтар күні, тура сол жылдары жаңбыр жауып, қыстың қақаған аяз емес, бір көктемнің мезгілі келіп, қарлар еріп, судың бетіндегі мұздардың бәрі еріп, сондай жаңағы көлік, жем шөп тасымалдайтын көліктер жете алмай, малда сондай қиындық жағдай туындады. Сөйтіп жаңағы қорада жем жеп тұрған, шөп жеп тұрған малдар бір апта бойы су ішпестен, сол жаңағы өздеріңіз білесіздер, мына Іле деген өзеннің жағалауында сол Қойдауылда тұратын, жаңа Қуат деген ағамыз. Сөйтіп жаңағы су ішетін уақытта Іленің жағасында жайылып жүрген малдар судың иісін сезіп, бірден жаңағы серке, ешкі деген малды білесіздер, олар қой бастайды. Содан жаңағы суды көргеннен барып, бірден совхоздың 600 қойын артынан ілестіріп бастап алып кетті. Жаңағы қойларды тоқтатайық десек тоқтамайды, бірін-бірі итеріп, ығы-жығы айдаған күйі жаңағы өзенге, ағып атқан өзенге бас қояды. Бұл ешкі деген малы өте қу болады екен, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Ешкі жаңағы жерге барған кезде батпақты, езіліп атқан батпақты сезіп, олар суға жоламай қашып кетті. Артында қойлар аңқау, жүгіріп кеп бірін-бірі итеріп бас қойды да, өзенге қарай қойлар аға бастады. Әлгіні көрген есіміз шығып, жаңа Қуат деген ағамыз екеміз шошығанымыз соншалықты, үстімізде куфайкаларымыздың бәрін шешіп алып, костюмдарымыз, свитерларымыздың бәрін шешіп, әлгі жылап еңіреп қойлардың бәрін үркітіп айдап жүрміз. Жыңғылдар шауып, ана жаңа аяғымыздың астына төсеп, аналардың бәрін шығарып атырмыз. Сонымен не керек? Шамамыздың кегені 600 қойдан 300 қойды шығарып үлгердік. Шамамыз кен. Сөйтіп алпарысып атқан кезде қараңғы түсті. Шамамыздың кеген сол 300 қойдың 150 қойы суға ағып кетті. 150 қой 4 аяғымен жаңағы бастар соғылған күйі батпаққа батып кетті. Қатып қалды. Кешке жақын аяз болды, қатып қалды. Содан ертесі күні атпен жаңағы бауырынан қойлардың байлап, 4 аяғын шауып, әлгілердің бәрін шығардық. Өкімет енді өкіметке өткізу керек, о кезде білесіздер. Сөйтіп жаңағы егер өкімет сол жерде кешірмесе, мен қазір сіздердің алдарыңызда отырар едім, отырмас едім. Осыған сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, мысалы сіздер? Ал. Қиын.
Негізі Серік Болмырзаны жалпы фильмдерде бір жағымсыз кейіпкерлердің рөлін көреміз ғой. Өмірде мейірімді екен, е? Мейірімді кесіп қойған. Ал, сонымен не дейміз, дәке? Сенеміз бе, сенбейміз бе? Сенеміз. Сенеміз дейді. Бәрекелді. Онда, иә, сіз де қосыласыз ғой? Қосыламыз. Сенге, Мадина. Қосыламыз. Ұлдарыңыз былай қосылады? Сонымен сенеміз деген жауапты қабылдайды. Серік Болмырза, бұл болған оқиға ма, болмаған ба? Болған оқиға. Тұрысбековтер командасы 3 ұпайға ие болды. Ал, құтты болсын. Ал, екінші команда Керімбек командасы. Дайын болыңыздар. Сіздерге де дәл солай бір оқиға айтады. Сенеміз, сенбейміз де жауап бересіздер. Келесіз ба? Ал, Серік Болмырза, сөз кезегі өзіңізде. Сіздерге де сәттілік. Біз мынау Алматы қаласы эстрада цирк колледжіне актерский жаңағы бөлімге келгенде бірінші курс студентпіз. Содан бір күні жаңағы ұйымдастырушы кісілер орыс группасына спектакль дайындады. Содан бәріміз дайындалдық, бір ай бойы спектакль дайындалдық, қатырып тұрып дайындадық енді. Содан маған кірпішешеннің рөлі келді. Спектакль басталады. Спектакль басталып кеп қалған кезде мен бірінші атып шығып, балалармен сәлемдесуім керекпін. Сөйтіп балалармен сәлемдесейін десем, сөзімді ұмытып қалғам, здравствуйте деген сөзді ұмытып қалғасың ғой. Содан мен сасқалақтап қалған бірінші шыққан спектакліміз. Содан бір кезде қасындағы партнерім келеді, ол аю ма, бұзау ма сондай болып ойнайтын. Содан кейін ол келіп маған, здравствуйте, ежик, анау, мынау, сен қаяқтан келдің, орманнан неғып адасып кеттің деген сөздерді айтып жатыр маған. Сөйтсем мен тұрамда жаңағы шыққан кездегі эмоциям бар, бүткіл сөз миымнан кетіп қалған. Сонымен тұрамда, здравствуйте, ежик десе, фу-фу-фу деп қоямын. Содан бір кезде, сен орманнан адасып кеттің ба десе, деп қоямын. Мимикамен бәрін, жаңағы қорқынышты нәрселер, пу-пу-пу деймін. Жоқ десе, отказдар болса, болмаса жаңағы қуанышты жағдайсы, пу-пу-пу деймін. Сөйтіп не керек 45 минут бойы спектакльді сөзсіз осындай мимикамен ойнап шыққан кезім болды. Осыған сенесіз ба, сенбейсіз бе, өзіңіз қараңыз енді. Сенесің ба? Аяғына дейін не болғанда? Сенімсіздеу сияқты ма? Аяғына дейін. Ал, Сөзін ұмытып қалған. Жылбек мырза, Сенбейміз. сенбейміз. Осыны қабылдайын ба? Қабылдаңыз. Тамаша. Ал, Серік Болмырза. Бәрекелді. Негіз болған оқиға ол да. Шын болған оқиға. Енді бұл жолы қымбатты көрермендер, өздеріңізді біліп тұрсыздар. Бізде енді Тұрысбековтер командасында 3 ұпай бар бұл кезең бойынша, ал Керімбек командасында ұпай жоқ бұл кезең бойынша. Бірақ енді жалпы қорытынды бойынша сіздерде 1 ұпай бар, ал сіздерде 4 ұпай бар. Солай ғой? Сіздер алда келе жатсыздар. Сонымен екі кезеңнің нәтижесі бойынша бізде Тұрысбековтер командасы алда келе жатыр. Ал бізде кезекті кезең ол талант шоу! Көрерменнің де тағатсына күтетіні осы. Ал енді Серік Болмырза, бұл кезеңге сіздің тікелей қатысыңыз бар. Яғни екі команда өздерінің алдына дайындалып келген өнері бар. Сол өнерін тамашалап, әділ бағаңызды бересіз. Сіздің құзырыңызда 10 ұпай болады. Сол 10 ұпайды бөліп беріңіз керек қой. Бірақ бағдарламаның ережесі бойынша 5-те 5 қылып бөліп бермейсіз. Ал сахнаны босатайық. Сізді көрермендердің қасына ана орындыққа қарай жайғасыңыз. Рахмет. Эфирде көңіл күй сыйлайтын озат отбасы ойын-сауық бағдарламасы. Қымбатты көрермен, біз шоуымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл кезеңде ұпайы басым команда бастайды. Ол әрине Тұрысбековтер. Қандай өнер алып келдіңіздер? Біздің ұлымыз Мадияр фортепианода ойнайды. Аха. Танго. Біз жұбайымыз екеуміз қолдап билейміз. Танго билейсіздер ме? Иә. Бұрын соңды болмаған ерекше өнер. Ата-анасы танго билейді. Ал тангоны Мадияр танголатып жібер, әдемілеп. Ата-анаң қуанып қой. Ал, сахнаға шақырамыз, келе қойыңыздар. Тұрысбековтер жасай берсін.
командасының өнерін тамашаладық. Ой, керемет болды. Бірақ бір нәрсе жетіспей қалған сияқты. Не дейсіздер ғой? Гүл жетіспей қалды да, анау раушан гүлі. Рахмет сіздерге, орындарыңызға жайғастырамыз. Келе қойыңыздар. Шапалақ, құрмет, қошемет. Ал енді сіздер қарсыластарыңыз Керімбек командасы қандай өнер алып келді екен? Бізде жалпы өнер, біз негізі ұлттық музыкамызды құрметтейміз. Сондықтан келіншегім алдымен қазақша ән айтып береді. Одан кейін қызым Жәния заманауи би билеп береді, хип-хоп. Сіз не істеп бересіз? Мен тамашалап отырамын. Ең ауыр жұмысты алдым десеңізші аға. Тамаша. Сағым болып кеттің еркем, сағынумен күні түн. Сарқылғандай бар сезімім, сорлы жүрек дір етті. Сағым болып кеттің еркем, сағынумен күні түн. Сарқылғандай бар сезімім, сорлы жүрек дір етті. Бұлбұл құсым жырақтама, жанымды отқа бөлеші. Сүйем сені бірақ қана, ұмыт мені демеші. Бұлбұл құсым жырақтама, жанымды отқа бөлеші. Сүйем сені бірақ қана, ұмыт мені демеші. Демеші. Look how she doing that thing. Feeling the drum. Using the thumb. Shake it like that, chicky boom. Move your back and go, mama. Move your back and go, mama. Boom boom. Ay, look how she work the room. Ay, cleaning, sweeping like broom. Ay, everybody looking like Zoom when she drop. Bang, load it up there like a drum. Bang, 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 boom. Look how she doing that thing. Feeling the drum. Is in the thumb. Жарайсың, Жәния. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Тамаша, мінекей, Керімбек әулетінің атынан шығып отырған, жалпы әулетті сүйреген Жәнияға ерекше алғыс білдіреміз. Жәния, сенің енді биің деген жоғары деңгейде өте керемет болды. Жалпы қимылдарың ширақ екен. Сені биші ретінде алдағы уақытта да көргіміз келеді. Рахмет саған. Келе ғой, орныңа. Жәния! Екі команданың да өнерін тамашаладық. Көңілден шықты, ерекше қылдыңыздар, барша көрермендер разы, солай ғой? Қуанышымызды есіреп тастадыңыздар. Ал енді Әділқазы алқасы сөзге бергіміз келеді. Серікбол мырза, қалай бөліп береміз ұпайларды? Екі отбасыда өте тамаша. Бала шағасына деген мейірімі көрініп тұр. Мынау әкелік махаббатын көрсетіп жатыр. Балаға деген қолдаулар тамаша. Неке осындай тіреу керек балаға. Сіздер ренжімейсіздер. Сіздерге мен 4 ұпай беремін. 4 ұпай беремін. Сіздерге 6 ұпай беремін. Енді барлығы да осы ұпайға разы деген ойдамын. Сіздер ренжіп тұрсыздар ма? Жоқ, ренжіген жоқпыз. Бұл ойын, бұл шоу, дұрыс айтасыздар. Ешқандай не жоқ? Ләззат ханым, солай ғой? Жоқ, ренжіген жоқпыз. Ал енді қымбатты көрермендер, бұл кезең бойынша бізде Керімбек командасында 4 ұпай, ал Тұрысбековтерде 6 ұпай.
Ал енді барлығының көкейінде бір сұрақ. Бүгін сайыста кім жеңімпаз атанды? Оны қазір барлығымыз бірге білеміз. Экранға назар аударайық. Жалпы ұпай сандары. Керімбек командасында 5 ұпай. Және де бүгінгі сайыста жеңімпаз атанған Тұрысбековтерде 10 ұпай. Ал қымбатты көрермендер, енді екі команда сайысқа түсті. Бір команда оқ бойы озып мінекей 10 ұпай жинап, алдыңғы орында көрінген Тұрысбековтер командасын шынайы құттықтап, арнайы марапаттау үшін сахнаға шақырам, жүріңіздер. Өнегелі отбасы үлгісін танытып, Озат отбасы ойын-сауық бағдарламасында белсенді әрі үздік ойын көрсеткен үшін КТК телеарнасы Тұрысбеков әулетін бас жүлдемен марапаттайды. Ал, құтты болсын. Және арнайы статуэтка біздің бағдарламадан естелік болсын деп сіздерге ұсынамыз. Қыздарыңызға берейінші. Міне, қолын қыла қой. Қошемет! Жоғар көтеріп. Ал енді сіздер шын мәнде жеңімпазсыздар, бірақ барлығы да бір нәрсені күтіп отыр, тағатсыздар. Ол бізде не? Дұрыс айтасыздар. Алда супер ойын. Ойынымызды бастамас бұрын студиямызға супер ойынның супер сыйлықтарын шығаруды сұраймын. Ал, қарсалайық супер ойынның супер сыйлықтары. Рахмет. Енді атамен соны Талдықорғаннан келіп деп жатыр енді. Осы ағамыздың келген жолын ақтайық енді бұйырса. Сыйлықтар сіздерге бұйырып келсін деп жатқаным ғой аға. Әумин. Керек па деген бағас. Тамаша. Дәл осындай бір арба сыйлық ұсынып отырған КТК телеарнасына бір қолдау көрсетіп қояйық. Ешбір арна бере бермейтін, ешбір бағдарлама ұсына бермейтін, дәл осы керемет сыйлықтар ұсынып отырған КТК телеарнасы. Ойнаймыз ба? Ойнаймыз. Егер сіздер бұл ойынның сұрақтарына дұрыс жауап бере алсаңыздар, мына сыйлыққа ие боласыздар. Ал, егер жауаптарыңыз дұрыс болмаса, сыйлық бағдарламаның ережесі бойынша екінші отбасына бұйырады. Солай ғой. Көріп жүрсіздер бағдарламаны. Енді супер ойынның тапсырмасы мұқият тыңдап алыңыздар. Қазір отбасы мүшелерінің біріне құлаққа кигіземін. Біздің не айтып жатқанымызды естімейтін болады. Ал мен ситуациялы жағдайды сипаттаймын. Сіздер сол жағдайға байланысты ұсынылған 3 жауаптың бірін таңдайсыздар. Сосын дәл осы сұрақты жұбайыңызға қоямыз. Егер жауаптарыңыз сәйкес келсе, супер сыйлық сіздердікі. Егер сәйкес келмесе, сыйлық екінші отбасына бұйырады. Ойын шарты түсінікті ме? Түсінікті. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Тамаша. Ал, Санжар, ортаға келе қой. Бұл жолы кімге тағамыз? Анасына. Жұбайына, яғни отанасы. Көзіңізге тағылыр. Бір ескерте кететін жайт, сұрақ оқылып жатқанда ымдап, жөтеліп, бір-бірімізге белгі көрсетпейміз. Сіздер айтпайсыздар. Келісіз ғой. Егер айтылып, қандай да бір нұсқа айтыла қалса, автоматты түрде сыйлықтарды екінші командаға береміз. Наушник қолмен тиіспейміз. Ән шығып тұр ма, Санжар? Музыка қойылып тұр ма? Жұбайыңыздың есімі? Мадина. Мадина деп қойыңызшы. Мадина. Мади. Жарайды, ештеңе естімейді екен, онда сіз мені орныма тұрыңыз, мен ортаға тұрайын. Ал аға, ситуациялық сұрақ, өмірде қайталанбасын деген тілек. Сіздің міндетіңіз 3 нұсқа қойылады, соның біреуін таңдау. Дайынбыз ба? Кеттік. Сұрақ мынадай. Қайын енеңіз сізге қомақты ақша тауып бер дейді. Ол кісі өте қатал. Айтқанын істемесеңіз болмайды. Сіздің әрекетіңіз.
Енеңіз отыр ғой жерде? Иә. Көзінше айтам ба екен? Жалпы қатал ма енеңіз? Жоқ. Жұмсақ десеңші. Мен жоқ қой. Ал, жауаптары, нұсқалары ғой енді. Бірінші, әйеліңізге айтпай, алтыны мен құнды заттарын сатып жібересіз. Әйеліңізге айтпай ғой енді. Алтыны мен құнды заттарын сатып жібересіз. Екінші нұсқа, көрші үйге ұрлыққа түсесіз. Үшінші нұсқа, әйеліңізді тастап, басқа елге кетіп қаласыз. Қай нұсқа? Әйеліме айтпай, алтындарын сатып жіберемін. Алтын мен құнды заттарын сатып жібересіз ба? Осы жауапты қабылдаймын. Иә. Керемет. Ал Мадина, қалайсыз, қандай ән тыңдадыңыз? Күштен екен. Күштен екен. Онда бір қадам алға тұрыңыз, көзіңізді ашпай қойыңыз. Аға, сіз енеңізге қарап тұрыңызшы. Жоқ, мына жаққа. Кет қатып қалмаңыз. Осы жерде тұрыңыз, бізге қарамай қойыңыз, иә? Дәл қазір сіздің жұбайыңызға бір ситуацияға сұрақ қойдым. Мадина. Үш нұсқаны айттым, біреуін таңдады. Енді сол сұрақты сізге қоямын. Дайынсыз ба? Дайынмын. Сұрақ мынадай. Сіздің анаңыз, яғни сіздің жұбайыңыздың енесі ғой енді. Сіздің күйеуіңізге айтады, қомақты ақша тауып бер дейді. Сіздің анаңыз, яғни бұл кісінің енесі, өте қатал, айтқанын істемейтін ене болып шығады да, негізі сондай кісілер бар ғой енді. В общем, айтқанын істемесең болмайды ол кісінің. Қомақты ақша тауып бер дейді. Сол кезде жұбайыңыздың, яғни күйеуіңіздің әрекеті қалай болады? Немесе қандай болады? Сұрақ түсінікті ма? Түсінікті. Енді нұсқалары. Бірінші, сіздің күйеуіңіз көрші үйге ұрлыққа түседі. Немесе сізге айтпай сіздің алтыныңыз бен құнды заттарыңызды сатып жібереді. Болмаса сізді тастап басқа әйелге кетіп қалады. Қай нұсқа? Екінші, маған айтпай, алтындарын сатып жібереді. Yes. Мен дұрыс деп айтқан жоқпын ба? Мен не ұмытып. Мадина. Енді, сол не сияқты, реально. Жалпы сондай бар ма негізі, алтындарын сатып жүретін несі? Жоқ, әрине, онда жоқ қой. Сатып алып береді ғой, е? Сатып алып береді. Ал, көзіңізді ашсаңыз болады. Қанша жыл болды ота орғандарыңызға? 12 жыл. 12 жыл. Кеше 12 жыл. Кеше болды ма? Онда мына сыйлықтың бәрі біздің атымыздан сіздерге сол. Дұрыс, ұстап қойыңыздар. Тамаша, мінекей, ерлі зайыптылар бір-бірлерінің мінекей қаншалықты жақсы танитындығын дәл осы жерден көрсетіп тұрғандай. Екеуі де бір нұсқаны таңдады, яғни сіздің сізге айтпай алтындарыңызбенен құнды заттарыңыз сатып жіберем деген нұсқа. Сондықтан сіздерді шынайы құттықтаймын. Мынау ТТК телеарнасында отырған ерекше сыйлықтың барлығы сіздердің отбасыларыңызға бұйырды. Құтты болсын. Және де сіздердің қарсыластарыңыз құралақын қайтпайды. Бағдарламаның атынан арнайы алғыс хатымыз бар, және де арнайы сыйлығымыз бар. Оны Санжар бауырым дәл қазір ортаға алып шығады. Қабыл алыңыздар, құтты болсын. Қолдап қояйық енді, Керімбек әулетін. Және бір жоғары көтеріп қойшы, қуанғанын білдім. Ой, рахмет. Сіздер шын мәнінде сайыстың жеңімпазы ататыныңыздар, және де супер ойынның да жеңімпазы сіздер. Мынау шынайы әділ алған сыйлықтарыңыз құтты болсын. Енді Талдықорғанға нешеуін бересіздер? Ана сахнаның артында 4 айлық баламызды қарап отқан бауырым бар. Келінім екен, соған берем, Жетігенге берем, Талдықорғанға берем. И біздің атымыздан мына кісілерге бір сыйлықты берсем деген. Онда, қате, өзіңіз бастап беріңізші, қалауыңыз. Енді мәрт қазақтың ұрпағы осындай болса екен шіркін-ай. Бірге ма? Жоқ. Әлде басын бересіз, астын бермей қой. Бірге берсеңізші. Иә. Ал, шабалақ ұрып қойың, міне. Ал, құтты болсын, міне. Қазақтың
Дархан пейілі кен ғой шіркін. Рахмет сіздерге. Өздеріңізге бірдеңе қаламай деуір? Қалады ғой. Бізге қатысқанды. Не үшін шансорыс болса бұл бізге. Тамаша. Сіздермен бірге болған Озат отбасы ойын сауық бағдарламасы. Отбасы балалардың бойына адамгершілік қасиеттерді қалыптастыратын басты тірегі. Сіздердің де жанұяларыңыздың тірегі берік, мықты, алтын діңгегі болсын деп тілек тілеймін. Бағдарламамызды аяқтайтын уақыт келді. Озат отбасы бағдарламасына қатысуға ниет білдірген көрермендер болса, экранда көрсетілген телефон арқылы хабарласа аласыздар. Эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.